Hello everyone, today's lesson is present simple tense, or sometimes it's called present indefinite tense. Сәлем барлығыңа, бүгінгі сабақ осы жақтың бір түрі present simple tense. Немесе кейде present indefinite tense деп аталады. Бұл шақ жалпылама және тұрақты іс-әрекеттерді білдіреді. General permanent actions. Міне етістіктің түрлері: infinitive, present participle, past simple, past participle. Өткен жолы present continuous tense өткенде біз present participle түрін өткенбіз, ең жалғанатын. Бүгінгі сабақта бізге керегі мына infinitive етістіктің негізгі формасы. Сондықтан да бұл шақ оңай. Simple tense қалай жасалады? First person, second person, third person singular. Бірінші, екінші жақ, үшінші жақ жекеше түрде деген сөз. First person, second person, third person plural. Бірінші, екінші, үшінші жақ көпше түрде деген сөз. I, you, he, she, it. Мен, сен, ол жігіт, ол қыз және адамнан басқа нәрселерге қолданатын it деген есімдік. We, біз, сіздер, олар. We, you, they. I drink water. Мен су ішемін. You drink water. Сен су ішесің. He drinks. Міне, S жалған түрі. Үшінші жақ жекетерге ғана жалғанады S. He drinks water. Ол жігіт су ішеді. Ол қыз су ішеді дегенді she drinks water. It drinks water. Жануарлар туралы айтатын болсақ. We drink tea. Біз шай ішеміз. You drink coffee. Сіздер кофе ішесіздер. They drink juice. Олар шырын ішеді деген сөз. Міне айтулары және қазақшасы осы сөздердің. Present simple tense жалпы тұрақты іс-әрекеттерді білдіреді деп айттық. Сол тұрақты іс-әрекеттердің өзгешеліктері болады. Сол әрқайсысына мысалы қарастырып көрейік. Міне permanent тұрақты іс-әрекет. I live in Almaty. Мен Алматыда тұрамын. Осы тұрақты іс-әрекет. Бұл көп ұзаққа дейін өзгермейтін әрекет. You live in Шымкент. Сен Шымкентте тұрасың. He lives in Turkestan. She lives in Turkestan. Ол қыз немесе жігіт Түркістанда тұрады. We live in Астана. Біз Астанада тұрамыз. You live in Тараз. Сіздер Таразда тұрасыздар. They live in Қызылорда. Олар Қызылордада тұрады. I work in Алматы. Сол сияқты мен Алматыда жұмыс істеймін. You work in Шымкент. Сен Шымкентте жұмыс істейсің. He works. She works. Ол қыз немесе жігіт Түркістанда жұмыс істейді. We work in Астана. Біз Астанада жұмыс істейміз. You work in Тараз. They work in Қызылорда. Сіздер Таразда, олар Қызылордада жұмыс істейді. Present simple tense әдеттегі қалыптасқан іс-әрекеттерді білдіреді. Routines. Орыс тіліне осы сөзді енгізген. Рутинный дейді олар. I wake up at 5 o'clock. Мен сағат 5-те оянамын. To wake up, ояну. You get up at 6 a.m. Сен сағат 6-да оянасың. Сен 6-да тұрасың. To get up деген тұру. AM ол азанғы уақытты білдіреді. AM деген. He gets up at 7 a.m. Ол жігіт сағат 7-те тұрады. She gets up at 7 a.m. Ол қыз сағат 7-те тұрады. We wake up at 5:30 a.m. Біз сағат 5:30-да оянамыз. Немесе we wake up at 5:30 a.m. You go to bed at 11 p.m. Сіздер ұйқыға сағат түнгі 11-де жатасыздар. Міне p.m. деген түскі 12-ден бастап түнгі 12-ге дейінгі уақытты p.m. деп айтады. They go to bed at midnight. Олар ұйқыға түн жарымда жатады. Midnight, түн жарым. Мысалы, осындай әдеттегі қалыптасқан іс-әрекеттер жайында. I have breakfast at 9 a.m. Мен әдетте азанғы тамақты, азанғы асты сағат 9-да
ішемін. You have breakfast at 7 a.m. Сен таңертеңгі асты 7-де ішесің. He has, міне, has деген үшінші жақ жекеше түрде осы has, have-тың орнына has қолданылады. She has breakfast at 8 a.m. Ол қыз таңғы асын 8-де ішеді. Немесе ол жігіт таңғы асын 8-де ішеді. We have brunch at 10 a.m. Біз бранчты сағат 10-да ішеміз. You have lunch at 12:30 p.m. Сіздер түскі асты 12:30-да ішесіздер. They have dinner at 7 p.m. Олар кешкі асты 7-де, кешкі 7-де ішеді. Түскі 12-ден бастап p.m. болып есептеледі. Түнгі 12-ге дейін. Түнгі 12:01-ден бастап AM басталады, түскі 11:59-ға дейін. Мына бранч деген бұл breakfast немесе lunch дегеннің қосынды сөзі, солай айта салады, кейде осы breakfast пен lunch-тың ортасында тамақтанатын болса. Tense және де ақиқат іс-әрекеттерді білдіреді, яғни фактыларды, facts. I have brown eyes. Менің көздерім қоңыр. Сол fact. You have blonde hair. Сенің шаштарың ақсары. You have blonde hair. She has beautiful eyes. Міне үшінші жақ жекеше түрде has болады. Have-тың орнына. She has beautiful eyes. Немесе it has beautiful eyes. Оның қыздың, жігіттің немесе мысықтың көздері әдемі. The sun rises in the east. The east деген шығыс, күншығыс. The sun, күн, көтеріледі күншығыстан. Ол да факт. The sun goes down in the west. The west, күн батыс. The sun, күн goes down. To go down деген бату, күн осы контекстте to go down деген төменге кету, немесе астына кету деген сөз. The sun goes down in the west. Күн батыста батады. The earth revolves around the sun. Жер шары күнді айнала қозғалады. Cows, сиырлар деген сөз, немесе they have 4 legs. Сиырлардың 4 аяғы болады. Жайында тағы бірнеше мысалдар. Facts. Water freezes at 0 degrees Celsius. Су қатады, мұз болып қатады. To freeze деген мұз болып қату. At 0 degrees Celsius. Цельсий бойынша 0 градуста қатады деген, мұз болып қатады деген сөз. Water freezes at 0 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees above 0 Celsius. Енді water boils деген ол қайнайды деген сөз. 100 градус above 0, 0-ден жоғары 100 градуста, осы Цельсий бойынша су қайнайды. Water үшінші жақ жекеше түр, сондықтан етістіктерге s жағылады. Freezes, boils. The earth turns 360 degrees every day. Міне 60 degrees-дің градус дегеннің символы міне degree оқылуы. Жер шары turn деген бұрылады деген сөз. Жер шары күн сайын 360 градусқа бұрылады. The earth goes around the sun in 365 days. Жер шары күнді 365 күнде айналып өтеді. To go around деген нәрсенің айналасынан айналып өту. The moon orbits the earth. Orbit дегенде айналу. Ай жерді айналады. Plants grow on soil. Өсімдіктер, plants деген өседі топырақта. Soil деген топырақ.
Plants give us oxygen. Plants give us oxygen. Өсімдіктер бізге оттегі береді. Simple және де scheduled actions деген уақыт кестесі бойынша болатын іс-әрекеттерді білдіреді. Уақыт кестесі бойынша, мысалы, магазиндер ашылады, жабылады, аптекалар, немесе поезд, автобус, самолеттер ұшады, қонады, жөнелтіледі, келеді, және жұмыстар, оқулар бәрі уақыт кестесі бойынша жүреді. Сол іс-әрекеттерді біз осы present simple да пайдаланып айтамыз. Grocery shops open at 7 a.m. Азық-түлік магазин деген сөз. Grocery shops, азық-түлік магазиндері сағат азанғы 7-де ашылады. Open деген ашылу. Shopping centers close at 10 p.m. Сауда орталықтары жабылады, close at 10 p.m. кешкі сағат 8-де. The train arrives at 8:15 a.m. Поезд азанғы сағат 8:15-те келеді. Arrive деген келу. The bus departs at 6 p.m. Автобус кешкі сағат 6-да жөнелтіледі. Departs кетеді деген сөз. The flight lands at 5 p.m. Мына flight деген рейс, самолеттің рейсі. Land деген бұл жерде етістік мағынасында бұл жерге қонады деген сөз. The flight lands at 5 a.m. Рейс, самолет рейсі ұшақ рейсі сағат азанғы 5-те қонады. I work from 9 a.m. to 5 p.m. Мен азанғы сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс істеймін. She works from 8 a.m. to 4 p.m. Ол қыз үшінші жақ жекеше болғандықтан S жалғанып тұр. Азанғы 8-ден кешкі 4-ке дейін жұмыс істейді. Simple tense, present indefinite tense немесе кейде жиі болып тұратын немесе кейде болып тұратын, тіптен кейде мүлдем болмайтын іс-әрекеттерді білдіреді. Frequency of actions or repeated actions. Never деген ешқашан 0%. Rarely, seldom, сирек, ілуде бір рет болатын іс-әрекет 10-20% уақытта. Sometimes, occasionally, кейде болып тұрады 50% уақытта. Мысалы, бір жылда 12 ай болса, 100%-іміз ай сайын болып тұратын болса, 50% ол 2 айда бір рет болып тұрады деген сөз. Sometimes деген күнделікті қолданып тұрады. Occasionally газетте немесе кітапта көбінесе қолданылады. Күнделікті де қолданылады. Often жиі 70-80% уақытта қайталанып тұратын болса, ол жиі болып есептеледі. Often. Және always деген бар, ол 100% деген сөз әрқашан болып тұрады. Үнемі, ылғи болып тұратын іс-әрекет. I never swim in the river. Мен өзенде ешқашан жүзбеймін. He rarely smokes a cigar. Ол сигарды сирек шегеді. We sometimes go to the cinema together. Біз киноға кейде бірге барып тұрамыз. She often speaks with my cousins. Ол менің туысыммен жиі сөйлесіп тұрады. Осындай сөздерге тағы да бірнеше мысал. I always walk to work. Мен әрқашан жұмысқа жаяу барамын. To walk деген жаяу бару. I always walk to work. He often cycles to school. Cycle деген to cycle велосипедпен бару. He often cycles to school. Ол мектепке жиі велосипедпен барады. We sometimes go to the mountains. Біз кейде тауға барып тұрамыз. We sometimes go to the mountains. She never gets on a roller coaster. Roller coaster деген Қазақстанда меніңше бұны roller coaster, американские горки деп атайды.
She never gets on a roller coaster. Ол сондай американский төбешіктерге ешқашан мінбейді деген сөз. Present simple tense'де болымсыз сөйлемдер қалай жасалады? Болымсыз сөйлемдер does, do, does деген көмекші етістіктермен жасалады. I do not drink water. Міне бастауыш, содан кейін do, does деген көмекші етістік қосылады, содан кейін not, содан кейін барып мағыналы етістік, негізгі етістік қосылады. Мысалы, үшінші жақ жекеше түрде осы жерде мен айтып кетейін. Жай сөйлемде біз he drinks milk, she drinks кефир, it drinks tea деп s-ті жалғаймыз ғой. Ал болымсыз сөйлемде сол мағыналы негізгі етістіктер де s жоғалады. Міне осылай. Өйткені көмекші етістікке s жалғанды. Сонымен екі жақтан да жалғанбайды. Тек қана бір ғана s жалғанады, оны көмекші етістік, сол қызметті көмекші етістік алып тұр бұл жерде. He does not drinks деп айтпаймыз, he does not drink milk. He does not drink kefir, it does not drink tea. Drinks деп тек қана болымды сөйлемдерде айтамыз. We do not drink juice. Біз шырын ішпейміз. You do not drink coffee. Сіздер кофе ішпейсіздер. They do not drink cocktail. Олар коктейл ішпейді. Коктейл деген сондай ішімдік бар ғой. Бұл коктейл деген екі сөзден тұрады. Кок деген әтеш, ол қораз. Tail деген құйрық. Сонымен әтештің құйрығы деген сөз. Әтештің құйрығы дейтін себебі, әтештің құйрығы әртүрлі түстен тұрады. Әртүрлі үкілерден тұрады. Сол сияқты коктейл деген ішімдікте де әртүрлі қоспалар болады, сондықтан оны сәндеп коктейл деп атайды. Сонымен тек қана бізге есте сақтау керек нәрсе осы үшінші жақ жекеше түрде. Негізгі етістікке s-ті жалғамай, көмекші етістік ретінде does-ды қолдану. Осы болымсыз сөйлемдердегі I do not drink water деген сөйлемді қысқаша қылып айтуға болады. Осы do not екеуін біріктіріп I don't drink water. You don't drink water. He doesn't drink milk. Ол сүт ішпейді. She doesn't drink kefir. It doesn't drink tea. We don't drink juice. You don't drink coffee. They don't drink cocktail. Present simple tense'де сұраулы сөйлемдер жасау үшін do, does деген көмекші етістікті қолданамыз. I drink coffee. Мен кофе ішемін бе? Мен кофе ішемін деген сөзді сұраулы сөйлемге айналдырайық. Тура сұраққа Do I drink coffee? Көмекші етістіктер алдымен келеді, содан кейін бастауыштар, содан кейін барып негізгі мағыналы етістіктер келеді. Сол болымсыз сөйлемдер жасағандағыдай негізгі етістіктегі s түсіп қалады. Бұл жерде де үшінші жақ жекеше түрде көмекші етістік ретінде does қолданылады. Міне, does he drink coffee? Does she drink coffee? Does it drink coffee? Сұраулы сөйлемді айтқан кезде, осындай сұраулы сөйлемдер айтқан кезде дауыс ырғағы соңына қарай көтеріледі. Present simple tense'де do, does көмекші етістіктері қолданылады. Және де осы бетте мен назарларыңды аударғым келгені do, does деген негізгі етістікте бар. Оның мағынасы to do-дің мағынасы жасау, істеу деген сөз. To do one's hair, міне шаш жасау, to do homework, үй жұмысын жасау, to do exercise, жаттығу жасау, to do one's makeup, бет әрлеу, макияж жасау, to do one's nails, тырнақ жасау, to do some cleaning, тазалау деген сөз. I do homework. Мен үй жұмысын жасаймын.
бұл жерде бұл кәдімгі етістік, мағыналы етістік, көмекші етістік емес. Ал енді сұрақ қоятын болсақ, қана бізге көмекші етістік керек болады. Сонда бұл сөйлемге біз сұрақты do I do homework деп қоямыз. Бірінші do көмекші етістік, екінші do ол мағыналы етістік. Do I do homework? No, I don't do homework. Мен үй жұмысын жасамаймын. You do exercise. Do you do exercise? Do you do exercise? Міне екі do, біреуі көмекші етістік, біреуі мағыналы етістік. You don't do exercise. He does his hair. She does her makeup. Сұрақ қойғанда, does she do her makeup? Does he do his hair? Және негатив болымсыз сөйлемде, he doesn't do his hair. She doesn't do her makeup. Осындай мысалдар. Осы present simple tense'те бүкіл сөйлемге қойылған тура сұраққа алдымен қысқаша ғана жауап береді. Болымды болса yes, I do. Болымсыз болса no, I don't деп. Do I do homework? Yes, I do. Болымды болса. Болымсыз болса no, I don't. Содан кейін барып толық жауап береді. Міне көп нүкте тұрған. Сол қажет болса толық жауап береді. Do you do exercises? Yes, I do. Немесе no, I don't. Does he do his hair? Ол өзінің шашын жасайды ма? Yes, he does. Does she do her nails? No, she doesn't. To do one's hair деген ол шаш жасау, to do one's nails, тырнақ жасау, to do makeup ол бет әрлеу, макияж жасау. Сол сияқты does it do makeup? Мына жерде бос тұр, өйткені it деген ол адамнан басқа нәрселер, мысалы мысық, it олар бет жасамайды, макияж жасамайды, сондықтан no, it doesn't. Do we do some cleaning? Біз тазалаймыз ба? Yes, we do. Do you do some laundry? Сен кір жуасың ба? Yes, you do. Немесе no, you don't. Do they do some cooking? Yes, they do. Немесе no, they don't. Осылай мұндай тура сұраққа алдымен осылай қысқаша жауап беру керек. Сол тура сұрақтардан басқа do I do homework деп бүкіл сөйлемге қойғанбыз. Мен үй жұмысын жасаймын ба? Ал енді басқа да сұрақтарды қоятын болсақ, what do I do? Мен не істеймін? I do homework. Міне homeworkке біз сұрақ қойып отырмыз. What do I do? I do homework. Осындай сұрақты білдіретін сөздер ең бірінші келеді. What, when, where, how, who деген. Содан кейін көмекші етістіктер келеді. Содан кейін бастауыштар келеді. Төртінші осы негізгі етістіктер келеді. What do I do? I do homework. What do you do? I do exercise. When does he do his homework? Ол үй жұмысын қашан жасайды? When деген қашан. He does it at night. Ол үй жұмысын кеште, түнде жасайды. Where does she do her homework? Ол қыз үй жұмысын қайда жасайды? Where деген қайда. She does it in her study. Ол үй жұмысын өзінің кабинетінде жасайды. How does he do his homework? Ол үй жұмысын қалай жасайды? How деген қалай деген сөз. He does it by revising. Ол үй жұмысын қайталау арқылы жасайды. Who does homework? Міне осы сұрақ ерекшелеу. Бұл сұрақ бастауышқа қойылып тұр. Кім жасайды үй жұмысын? Және бұл сұрақта көмекші етістік жоқ, негізгі етістік қана қолданылып тұр. Сондай ерекшелігі бар, осындай бастауышқа қойылатын сұрақтың.
Who does homework? My sister does the homework. Who do you do it with? Бұл жерде, бұл сұрақта сен үй жұмысын кіммен бірге жасайсың? It деп тұрғанымыз үй жұмысы. Мұның орнына қолданып тұрған есімдік. Pronoun. With ол preposition. Кіммен бірге жасайсың? Who do you do it with? Сен үй жұмысын кіммен бірге жасайсың? I do it with my friend. Мен оны өзім досыммен бірге жасаймын. Who does she do it with? Ол қыз үй жұмысын кіммен бірге жасайды? Міне, мына жерде do you do деп тұр. Өйткені екінші жақ жекеше тұр. Немесе көпше тұр болуы да мүмкін. Who does she do? Бұл жерде she деген үшінші жақ жекеше тұр анық. Сондықтан does деген көпше тұр қолданып тұр. She does it with me. Ол үй жұмысын менімен бірге жасайды. Simple tense. Бұл бетте осы сабақта кездескен қолданылған етістіктер, сол етістіктердің айтылулары бар және қазақша аудармасы. Arrive, міне осылай айтылады. Boil, close, cook, depart, міне төбеден түскен өтірлер, ол апострофи екпін түсіп тұр деген сөз екінші буынға. Depart. Білмейтін сөздерімді осы бестен өз беттеріңше үйреніп алуларыңа болады. Оқылулары да тұр. Сол оқылуына қарап, қайталап, жаттап. Verb endings in third person singular. Етістіктерге үшінші жақта жекеше түрде s жалғанады деп айттық. Сол s кейде s с болып айтылады, кейде з болып айтылады. Міне, егер үнді voiced немесе ұяң дауыссыз дауыстар келсе, ол з болып айтылады. Arrives, wake, к, міне қатаң дауыссыз дыбыс. Одан кейін келетін s, ол қатаң s болып айтылады. Wakes болып. Listens, opens, swims. Енді мына қатаң дыбыстардан кейін s болады. Gets, speaks, jumps. Және do, does болады. Осы екі етістік бөлекшелеу жасалады. Міне do, does, have, has. Fix. Бұл жерде es жалғанып тұр. Ол es қашан жалғанады? Осындай x, s, ch, sh ден кейін es-тер жалғанады, және олар мынандай fixes, presses, teaches, watches, washes. Осылай айтылады. Is болып. Ал енді етістіктің соңы y мен бітетін болса, сол y жойылып кетеді да, орнына ies жалғанады. Үшінші жақ жекеше түрде. I study бірінші жақ болса, үшінші жақта he studies болады. She studies. Try, you try деп айтамыз. Үшінші жақта she tries, he tries. Міне, айтылуы. Осы сабақтың соңында мына етістіктер жаңағы осы сабақтағы бүкіл кездескен етістіктердің үшінші жақ жекеше түрде s жалғанған кездегі ол s-тердің қашан з, қашан с, қашан is болып айтылған жайында транскрипшндері берілді. Arrives, boils, closes, cooks, departs, does, drinks, freezes, fixes, gets, gives. Егер керек болса, осы бетке қарап айтуларыңа болады. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Бұл сабақ әдеттегіден кішкене ұзақтау болды. Керекті нәрселердің барлығын қысқаша қамту керек болды. Ал егер осы айтылғандардың арасында білетіндерің болса, ол беттен аттап өтулеріңе болады. Және де видеоны жылдам қойып өткізулеріңе де болады. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар. Until next lesson.